Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қарапайым қайнаған судың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта менің кеңестерімді, лайфхактарымды жоғалтып алмас үшін. Қарапайым қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындармен және басқа да мүшелердегі артық тұздармен бүйрек, бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді бастағаннан кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, бүйректе де ауырсыну, зәрдің түсуінің өзгеруі байқалады. Қорықпаңыз, бұл ағзаның оң өзгерістері жүріп жатқанының белгісі. Енді қайнаған сумен қалай емделеміз? Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай ішу керек. Су ішекті оятады, оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Ағзадағы қажетсіз заттарды сыртқа шығарады. Аталған қарапайым рәсімді бар жоғы 6 ай уақытқа дейін орындасаңыз жетіп жатыр. Бұл уақытта денеңіздегі артық майлардан арылып, дене сымбаты қалпына келіп, белгілі бір жүйеге түседі. Омыртқа жотасындағы ауыр сырқаулар жоғалып, икемге келе бастайды. Асыңыз дұрыс қорытылмай, ішіңіз кеуіп жатса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз дұрыс. Достар, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.